Сәлеметсіз бе? Сіздермен бірге Жанар және менің каналыма арналған жаңа авторлық әңгіме таңғажайып әңгімелер. Нәзира, сен әлі ұйықтап жатырсың ба? Жақында жаңбыр жауады, ал сен әлі әуреленесің. Нәзира шошып кетті де түрегеліп белінен ұстады. Белі 4 сағаттық жұмыстан кейін сыздап тұрды. Саусақтары ауырып ұйып қалған. Ол маңдайын қолтығының сыртымен сүртті де теріге кір қалды, содан кейін бұлтты аспанға қарады. Түтін орман жақтан басып келе жатты, ауыр дерлі қара, жай ғана жаңбыр емес, нағыз нөсер уәде етіп тұрғандай. Келе жатырмын, Зәуре Степановна, деп жауап берді ол, қызанақтарды ескі шелекке салып жатып. Әжей таяғына сүйеніп баспалдақта тұрды. Ол әрқашан осындай қатал, риза болмайтын. Бүкіл әлем тек оны ашуландыру үшін ғана бар сияқты көрінетін. Нәзира мұны өз басын алмайтын болған еді. Ол жолдардың арасын оқуды үйренген. Әжей ашуланып айқайлағанда ол алаңдаушылықты білдіреді. Үндемегенде шаршағанын. Көбірек ботқа пісіргенде қамқорлығын. Қанша өрескел болса да, тезірек дүкенге барып келу керек. Тізім үстелде. Ештеңені шатастырма, өткен жолғыдай. Нәзира басын изеді де баспалдаққа шықты. Өткен жолы шынымен қателескен еді. 2%-тың орнына 3% сүт алып келген. Зәуре кешке дейін мінез көрсетті, бірақ сүтті соңғы тамшысына дейін ішіп қойды. Шатырдағы бөлме Нәзира соңғы 2 апта бойы тұрып жатқан жер өте кішкентай еді. Ескі төсек, орындық, қабырғадағы жарғайна. Бірақ бұл оның бұрышы. Жер бетіндегі жалғыз орын, ол өзінік деп атай алатын. 6 ай бұрын оның ештеңесі болмаған, тіпті аты да жоқ. Дәрігерлер оған бақытты болғанын айтты. Бас ми жарақаты, толық есте сақтау қабілетін жоғалту. Ол аман қалды, комадан шықты, дене жағынан қалпына келді. Медбике карточкаға Нәзира деп жазды. Нәзира неге? Деп сұрағысы келді қызға, бірақ үндемеді. Есім дұрысы естіледі, шынымен де оған тиесілі сияқты. Полиция туыстарын іздеді, бірақ табылмады. Ол түскен киімдер куртка, қарапайым джинс, сұр футболка және кроссовка ешқандай белгі бермеді. Тек бір нәрсе ерекше болды, жұқа бауға тағылған кулон. Жүректің жартысы, ішінде 5 жасар қыздың суреті жасырын. Ашық бұйра шаш, үлкен көздер, жүрегімді жылтатын күлкі. Нәзира сағаттап сол суретке қарап, ештеңе есіне түсіруге тырысты. Қызы ма, әкесі ме, жиені ме, әлде жай кездейсоқ табылған, қайдан келгені белгісіз біреудің кулоны ма? Көзін жұмды. Естеліктің бір талшығын ұстауға тырысты, бірақ басында тек ақ, саңылаусыз, қатты бос кеңістік қалды. Ауруханада оны жақсы көретін. Ол санитарларға көмектесетін, қарт науқастарға дауыстап оқитын, тұра алмайтындарға су әкелетін. Жар қыз ғой дейтін көршілес палатадағы әжей. Мұндайлар сирек кездеседі. Бірақ бас дәрігер пора и честь знать дегенді меңзегенде Нәзира түсінді, барар жері жоқ. Көше, приют. Сол кезде оған Зәуре Степановна жақындады. Жақында ғана санитар болып жұмысқа орналасқан. Жұмыс істей аласың ба? Деп сұрады сәлемдесудің орнына. Шамасы, істей аламын. Менде тұрасың, үй шаруасына көмектесесің. Мен қартпын, ал бақша үлкен, жалғызға ауыр. Нәзира ойланбастан келісіп кетті. Таңдау болмады. Зәуре Степановнаның үйі ауруханадан жарты сағаттай жерде, қала шетінде тұрды. Автобус жолдағы шұңқырларда шайқалып жүрді. Нәзира терезеден қарап, бірдеңе таныс болып көрінсе деп үміттенді. Бірақ терезеден көрініп тұрған пейзаж бөтен еді. Егістіктер, орман аралары, сирек үйлер. Телім шынымен үлкен болды. Бақша бар, бау-бақша бар, тауық қорасы, қоршау жанындағы ескі құдық. Қасында тоғай созылып жатыр, ар жағында кең әрі тыныш өзен. Нәзира суды көргенде ішінен біртүрлі толқу сезінді, бір нәрсе жауап бергендей. Жүз аласың ба? Деп сұрады Зәуре Степановна оның көзқарасын байқап. Білмеймін. Ендеше тексересің, бірақ алысқа кетпе. Саған онда кім бар? Келесі күні Нәзира өзенге түсті де суға кірді.
Дене өзі не істеу керектігін білетін. Қолдары су бетін жарып, аяқтары ырғақты жұмыс істеді, тынысы бұзылмады. Бірнеше ондаған метр жүзіп бұрылып, сол сияқты тыныш қайтып келді. Өзіне өзі таң қалды. Зәуре Степановна қатал иесі болатын. Жалқаулықты, немқұрайлылықты, сылтауды көтере алмайтын. Нәзира таңғы 6-да тұратын, кешке дейін жұмыс істейтін. Бақша, кір жуу, тазалау, тамақ пісіру. Бірақ қыз шағымданбады. Жұмыс өткенді сағынуды жансыздандыратын. Шаршау түнде естелікті қинамай ұйықтауға көмектесетін. Кейде Бекзат Инжу екеуі келіп тұратын, 40 шамасындағы биік ер адам, қатты жүзді, өткір көзді. Ол біреудің байының жүргізушісі болып істейтін. Зәуре Степановна осы туралы мақтанышпен айтатын, бірақ егжей-тегжейсіз. Бекзат Нәзираға ұзақ қарайтын, сол көзқарастан оған ыңғайсыз болатын. Ол жай ғана қарап тұрған жоқ, бағалап тексеріп тұрғандай. Сол таңда Зәуре Степановна әсіресе мазасыз еді. Бірнеше рет баспалдаққа шығып, жолға қарап, өз-өзіне бірдеңе деп былдырлады. Нәзира бәрі жақсы ма деп сұрағанда, әжей тек қолын бір сілтеп тастады. Өзіңе тиісті емес жерге араласпа. Жұмысыңды істе. Өнімдер тізімі ұзын болды. Нәзира оны қалтасына салып, көршілес ауылдағы дүкенге жүрді. Жол жүру ойлануға, армандауға уақыт беретін, бірақ не туралы екенін өзі де білмейтін. Есте жоқ өткен туралы және елестете алмайтын болашақ туралы. Аспан толық қарайғанда дүкеннен шықты. Сөмкелер қолын тартып, ұн, жарма, консерві, көкөніс. Нәзира жылдам жүрді, бірақ бұлттар одан да жылдам. Алғашқы тамшылар үйге 15 минут қалғанда түсті. Сосын қатты нөсер құйды, қабырға сияқты аяусыз. Нәзира жүгірді, бірақ сөмкелер кедергі, аяқтары батпақ жолда тайғанақтады. Ол Ива туралы есіне алды. Бұрылыстағы үлкен ескі талағашы, астында жақсы жасырынуға болады. Бұрын әрқашан сол жерде дем алып, өзенді тамашалайтын. Жанында суға түсетін жол бар, тіктеу, бірақ қолайлы. Ол талға жетті, сөмкелерді қойды, тыныстады. Жаңбыр жапырақтарға тықылдап, су ағын болып ағылды. Сол кезде оларды көрді, кішкентай қыздың қызғылт сандалие, көбелектері бар. Ағаш түбінде мұқият қойылғандай, біреу әдейі шешіп қойғандай. Жүрегі төмен құлады. Ол секіріп тұрды, айналасына қарады, айқайлады. Ей, мұнда біреу бар ма? Тыныштық. Тек жаңбырдың және өзеннің шуы. Ол түсу жолына қарай лақтырды, тайып кетті, әрең ұсталды. Төменде, судың қасында біреу тырбаңдап жатты. Кішкентай, қорқынышты бала. Нәзира ойланбады. Төмен қарай жүгіріп түсті де, суға секірді. Ағыс ойлағаннан күштірек болды, бірақ бірнеше қармақпен жетті, қызды қолтығынан ұстап, жағаға қарай бет алды. Шықты, баланы шөпке жатқызды, дымқыл кофтасының жағасын ашты, пульсін тексерді. Бар. Әлсіз, бірақ бар. Қызды бүйіріне аударды, арқасына басты. Аузынан су ақты. Тағы бір рет. Қыз жөтеліп қатты, ысқырып демалды. Нәзира демін шығарды, қолдары дірілдеп, жүрегі соншалық соғып тұрды, міне қазір секіріп шығатын сияқты. Сосын ол қыздың мойнындағы кулонды байқады. Жүректің екінші жартысы. Нәзира дірілдеген қолын созып, кулонды ашты. Ішінде әйелдің суреті әдемі, бақытты, күліп тұрған, әр таң сайын жарық айнадан қарап тұратын сол әйел. Бұл өзі еді. Оның аты Кәмшат болатын. Ана деп сыбырлады қыз көзін ашып. Сол кезде бәрі қайтып келді. Баяу емес, бөлшектеп емес, селдей. Естеліктер соншалық күшпен соқты, әйел көзін жұмып, басын қолдарымен жауып қалды, соққыдан қорғанғысы келгендей. Әлібек күйеуі, биік, аққұба, мейірімді көздері бар, тыныш күлетін, бай отбасына шыққан. Құрылыс бизнесі. Жақсы табыс табатын, бірақ ешқашан мақтанбайтын. Оны шынайы, шартсыз сүйетін. Сен меніксің дейтін ол, басынан сүйіп. Мәңгі менікі. Амина қызы, 5 жасар, қызық қой, жылдам, үнемі сұрақ қоятын. Ана, неге аспан көк? Неге ит үреді де, мысық мияулайды? Неге адамдар ұша алмайды?
Кәмшат күлетін, жауап ойлап табатын, құшақтап шашының сүйікті иісін жұтатын. Енесі Тамара Ибрахим қызы тасты жүзді, мұздай дауысты ел. Ол Кәмшатты алғашқы күннен жек көретін. Сен оған лайық емессің. Ақшаң да, байланысың да, білімің де жоқ. Менің ұлым жақсыраққа лайық. Кәмшат керісінше дәлелдеуге тырысты, бірақ бекер. Тамара ең бастысын кешірмеді, Әлібек оны таңдағанын, анасы таңдаған бай, дұрыс қызды емес. Сол күні Тамара Ибрахим қызы күтпеген жерден қоңырау шалды. Дауысы жұмсақ, дерлік бал тәтті. Кәмшат, қымбаттым, мазаламағаным үшін кешір. Достың үйінде отбасылық, өте қымбат әшекейді ұмытып кеттім. Жоғалтып алма деп қорғамын. Барып алып келмессің бе? Мекен-жайын беремін, жүргізуші апарып әкеледі. Кәмшаттан қалды. Ене ешқашан одан ештеңе сұрамаған, әсіресе осындай сенімді үнмен. Бірақ ол келісті. Бұл қарым-қатынасты түзетудің соңғы мүмкіндігі. Әлібек қуанар еді. Жүргізуші жарты сағаттан кейін келді. Бекзат қараңғы жүзді, орта жастағы ер адам, Тамара Ибрахим қызы кейде істерге апаратын. Кәмшат алдыңғы орындыққа отырды, мекен-жайды айтты. Бекзат басын изеді, машинаны іске қосты. Жол ұзаққа созылды, тым ұзақ, Кәмшат мазасызданды. Біз адасып кеткен жоқпыз ба? Жоқ, жақында жетеміз. Ол кенет тар көшеге бұрылды, тар, бос, тасталған. Покосившийся үйдің алдында тоқтады, терезелері тақтаймен жабылған. Кәмшат түсті, Бекзат артынан шықты. Мұнда ешкім тұрмайтын сияқты, деді ол. Ішінде суық сезім пайда болды. Бірдеңе дұрыс емес. Артқы жағынан соққы басындағы ауырсыну, қараңғылық. Оянғанда ауруханада жатыр. Ештеңе есіне түспейді. Енді бәрі есіне түсті. Кәмшат қызын құшақтап өзіне қатты басты. Амина дірілдеп, жылап тұр, сулы қолдармен анасына жабысып алған. Анашым, мен сені русалка деп ойладым. Әже айтты, сен русалка болып өзенге кеттің деп. Сен жүзуді жақсы көресің ғой, мен сені іздеп келдім. Кәмшат көзін жұмды, ішінде ашу оты тұтанды. Тамара Ибрахим қызы. Ол қызына. Анаң сені тастап кетті, русалка болып өзенге кетті деп айтқан. Амина сенген. Өзенге барып суға кетіп қала жаздаған. Бәрі жақсы, күн шуағым деп сыбырлады Кәмшат. Мен мұндамын, енді ешқашан кетпеймін. Олар Зәуре Степановнаның үйіне қайтты. Кәмшат қызын құшақтап көтеріп келді. Продуктілер сөмкелерін тал ағашының астында қалдырған. Зәуре Степановна баспалдақта тұр, жүзі бордай ағарып кеткен. Қайдан таптың? Деп демін алды. Өзенде тұншығып жатты. Құдай-ау. Кәмшат жақындап, дауысы қатты әрі суық шықты. Сіз бәрін басынан білетінсіз бе? Свекров мен Бекзат мені өлтірмек болғанын білдіңіз бе? Зәуре ештеңе демеді. Тек көзін төмен салды. Сіз мені бақылап тұрдыңыз. Олар менің есімді түсіріп алудан қорықты. Бекзат сіздің ұлыңыз ба? Зәуре әрең байқаларлықтай басын изеді. Иә. Бірақ мен ештеңе білмедім. Бекзат, сен күйеуімді алдадың, өзің кеттің деді. Содан соң апат болды. Олар сені тастай алмады, бірақ өздеріне де ала алмады. Кәмшат бұрылып, жолға бет алды, қызын қатты құшақтап. Қайда барасың? Деп айқайлады Зәуре. Үйге. Ол попутка ұстады да кетті. Есікті Әлібек ашты. Ол қартайған, жүдеген, көз асты қара түскен. Кәмшатты көріп үнсіз қалды. Кәмшат. Сәлем. Ол алға басып екеуін құшақтады, қызында, әйелінде. Қатты құшақтап, жылады, ұялмай. Кәмшат та жылады. Амина екеуіне де жабысып үнсіз тұрды. Анаң айтты, сен кетіп қалдың деп деді Әлібек көз жасымен. Басқа біреу болды, бізді тастадың деп. Мен 6 ай іздедім, жеке детективте жалдадым, еш нәрсе табылмады. Жер жұтқандай.
Ол мені өлтірмек болды деп сыбырлады Кәмшат. Сенің анаң Бекзатты жалдаған. Әлібек шегініп көзіне қарады, онда соншалық ауырсыну, ашу, қорқыныш бар еді. Кәмшат әрең шыдады. Ол телефонды алып нөмір терді. Қысқа, қатты сөйледі. Кәмшат сөздерін естімеді, бірақ үннен бәрі түсінікті болды. Жарты сағаттан соң полиция келді. Тамара Ибрахим қызы келесі күні тұтқындалды, Бекзатта. Тергеу ұзаққа созылмады. Зәуре Степановнаны сұрастырды, бірақ босатты. Ол шынымен ештеңе білмеген, бірақ бұл оны ақтамайды. Сотқа Кәмшат бармады, свекровтың жүзін көргісі, ақталуын тыңдағысы келмеді. Әлібек кешке қараңғы жүзбен қайтты. Тамаға 8 жыл, Бекзатқа 10 жыл берді деді ол ас үйде отырып. Амина өз бөлмесінде ұйықтап жатыр, сүйікті ойыншығын құшақтап. Ол өкінбейтінін айтты. Сен маған лайық емессің деп әлі де ойлайды. Кәмшат күрсінді. Оны өзгерту мүмкін емес шығар. Ол ашуланбады. Странно, бірақ жоқ. Ішінде бос сезім, шаршау ғана. Әлібек анда-санда анасын көруге барады, бірақ кешіре алмайды. Амина тез қалпына келді. Қайта күледі, сұрақ қояды, сурет салады. Түнде кейде оянып жылайды, анасын шақырады. Кәмшат барады, қасына жатып басынан сипайды, қолы беліне ән айтады. Ана, сен енді кетпейсің ғой, деп сұрайды Амина. Ешқашан, уәде беремін деп жауап береді Кәмшат. Әлібек те өзгерді. Баяу, бірақ тұрақты. Қайта күледі, себепсіз құшақтайды. Олар паркке барады, киноға барады, бірге біленіп пісіреді. Бақытты өмір қайта оралды. Ал тағы бір кішкентай бақыт бірнеше айдан кейін дүниеге келмек. Егер әңгіме ұнаса, саусақ жоғары басып қолдасаңыз, өте қуанар едім. Бұл маған маңызды. Баршаңызға жақсылық тілеймін.